Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Айгерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай ақ кілемдегі йод дақтарын кетіретін боламыз. Мен балаларым осындай кілемге йодты төгіп тастапты. Енді соны кетіретін керемет әдісті, яғни лайфхакты көрсеткім келіп отыр. Киім болсын, ақ киімдер болсын, кілем болсын, осындай йод дақтары немесе йодыңыз төгіліп қалған жағдайда оп-оңай осындай әдіспен кетірсеңіздер болады. Яғни бізге ол үшін керек осындай 2 ампула аскорбиновая кислота керек. Қараңыздар, оның біреуінің өзі жеткілікті біздің осы йод дағын кетіру үшін. Ақ кілемде білесіздер, дақ тисе жаман көрініп тұрады, сондықтан еш уайымдамай осы дәл менің әдісім бойынша жасап көрсеңіздер, сіздердің осы йод дақтарыңыз көз алдарыңызда жойылатын болады. Ол үшін біз осы ампуламызды ашып алатын боламыз. Өткенде де мен жаңағыдай ақ рубашкасіне больницада йод кішкене төгіліп, обработка жасаған кезде төгіліп қалыпты, киіміне тиіп кеткен ғой. Сол кезде мен осы әдісті пайдаланып, ақ рубашкасындегі йодтың барлығын жойдым. Негізі жай сумен жусаңыз дақ болып сарғайып қалады, білесіздер. Ал мына осы әдісті пайдалансаңдар, ешқандай дақ та болмайды, сатпақ та болмайды, керемет жойылады. Қараңыздар, көз алдарымызда осылай йодтың дағы жойылып жатыр. Қараңыздар, өте керемет әдіс. Менің каналыма достар тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, подписаться және қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің каналымда рецепттермен осындай керекті лайфхактарды, керекті пайдалы ақпараттарды біле аласыздар. Қараңыздар, ешқандай да жағылып қалған жоқ, жан-жағына барлығы тап-таза болып жойылып кетті. Астына да өтпейді. Осылай көздеріңіздің алдында дақтың барлығы кететін болады. Осы әдісті пайдаланыңызға жаратыңыздар деген келеді. Пайдалы ақпаратты сіздер үшін білгеніме бөлісіп жатырмын. Сіздер қалай кетіресіздер йод дағын комментарийға астына жаза кетіңіздер. Міндетті түрде мен сіздердің пікірлеріңізді оқитын боламын. Ал каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Сіздер үшін тағы да қандай лайфхактар, қандай әдістерді шығарайын видео ретінде комментарийға жаза кетіңіздер. Келесі жолы сіздер үшін ізденіп, осындай керемет лайфхактарды видео ретінде сіздерге түсіріп салатын боламын. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Барлықтарыңызға келесі видеода жолыққанша.